Саламатсыздар ма? Салауат орталығы Шифамарин өнімі бойынша толық ақпарат алғыңыз келіпті. Осы видеоның соңына дейін көретін болсаңыздар, сіздер қандай ақпарат аласыздар? Біріншісі, сахар ауруы қалай пайда болады? Екіншісі, Шифамарин өнімі сіздерге қалай көмегін тигізе алады? Үшіншісі, Қазақстан бойынша доставкасы қалай жүреді? Төртіншісі, сіздерге осы бағасы. Видеоның соңына дейін көретін болсаңыздар, сіздерге арнайы жеңілдік бағаларда ұсынылатын болады. Жалпы сахар ауруы қалай пайда болады? Қазір енді көп кісілерде сахардың жоғары көтерілуі болып жатыр. Оның негізгі шығу тегі сахардың пайда болуы тікелей бауырдың жұмысының нашарлауынан, екінші жүйке жүйенің тозуынан, осы зат алмасу процесінің бұзылуынан болады. Осы кісілерде сахар жоғары көтеріліп жатса, оны тек қана ең үлкен жіберетін қателіктері тек қана дәрімен шектеледі. Күніне бір мезгіл, екі мезгіл ғана дәрімен ғана сахарын түсіріп жатады. Ал негізі оның түпкі тамырын шешкісі келмейді. Ол не үшін менде сахарым көтеріліп жатыр, не үшін менде сахарым бір қалыпты емес, не үшін түспейді деген сияқты мәселені шешкісі келмейді. Енді қараңыздар, сахар деген нәрсе көбінесе тікелей бауырға байланысты. Сізде бауырыңыздың жұмысы нашарласа, бауырыңызда уже май басатын болса, тікелей сізде уже өт қалтаңыз толады. Осы өт қалтаңыз толған кезде сізге ішек жолдарға, мына тоқ ішекке өттің каналы арқылы дұрыс сөл бөлінбейді. Сол кезде сізде уже иммунитет бұзылып бастайды. Өйткені тоқ ішекте иммунитеттің 75% несіне түзіледі. Сізде осы үнемі сол себепті шаршау, әлсіздік, ұйқы қанбау, еріншектік байқалады. Осының салдарынан сізде уже не істейді, ұйқы безі қабынып бастайды. Яғни мына хронический панкреатит дейді ғой. Осы ұйқы безі қабынған кезде сізде уже асқазан ішек жолдарына кислородный қышқылдық бөліп бастайды. Сізде сол себепті үнемі ауыздың құрғауы, іштің кебуі, іштің желденуі байқалады. Енді ұйқы безі деген нәрсе негізі табиғи түрде инсулин гормонын бөледі. Адам бойында инсулин гормонын бөледі. Ал сізде енді ұйқы безі қабына беретін болса, сізде уже не істейді, инсулин гормон дұрыс бөлінбеген кезде сахарыңыз жоғарыға көтеріліп бастайды. Ал енді Қазақстанда осы соңғы 2 жылдық салыстырмалы бойынша екінші типтегі сахармен ауырады. Екінші типтегі сахар деген осы иммунна дұрыс тамақтанбауынан және ұйқы безінің емдемеу салдарынан болады. Осы мәселені шешу үшін сіздерге осы Шифамарин өнімін ұсынамыз. Себебі Шифамарин өнімі жоғарғы технологиямен, яғни Жапон технологиясымен және құрамында ең керекті компонент ол трепанг, теңіз қияр дейді бұны. Теңіз қияр, яғни трепангты осы Қытай мемлекеті, Жапон мемлекеттері ғасырлар бойы именно осы сахарды емдеуге қолданып келе жатыр. Ал енді өздеріңіз білесіздер, Қытай мемлекеті, Жапон мемлекеті уже олар бізден қайда ғасырлар алда. Бұл нәрсені бұлар күнделікті қолданып жатады. Сол себепті олар сахар ауруының проценті өте төмен. Ал енді сіздегі осы бауырыңызда май басқан кезде тікелей өтіңіз қойыласып жатады. Яғни өт қойыласқан кезде сізге асқазан ішек жолдарға дұрыс сөл бөлінбеген кезде сізде уже иммунитет түседі. Өйткені тоқ ішекте иммунитеттің 75% түзіледі. Яғни сізде осы тоқ ішек жолында проблема болған кезде сізде үнемі уже шаршау, әлсіздік, ұйқы қанбау, еріншектік, яғни таңғы кешкі сағат 8-де ұйықтап, таңғы сағат 8-де 12 сағат ұйықтасаңызда бір энергия жоқ. Яғни соның салдарынан, иммунитет түсу салдарынан сізде уже ұйқы безі қабынады. Ал ұйқы безі деген нәрсе білесіздер, адам бойында табиғи инсулин гормонын бөледі, инсулин гормон. Осы инсулин гормон дұрыс тәуліктік мөлшері дұрыс бөлінбеген кезде сізде уже екінші типтегі сахар пайда болады. Және осы сахардың тікелей көтерілуіне әкеліп соқтыратын болады. Ал енді сіз осы Шифамаринді қабылдау арқылы ең бір сіздегі сахардың шығу тегі, сахардың пайда болып жатқан бірінші мәселесі осы бауырдың қызметі. Яғни бауырдың қызметін жақсартады, тірі клетка сандарын арттыратын болады. Бауырдың қызметі сізде қаншалықты жақсарған сайын өздігінен өттің сөлі де реттеледі. Яғни өттің сөлі, өт қалтажаңыз тазарған сайын сізде асқазан ішек жолда тәуліктік мөлшерде өт сөл дейді ғой. Яғни осы сөлдің дұрыс бөлінуіне көмегін тигізеді. Яғни мына 12 ішек жолдардағы шлактарыңызды, кристалдарыңызды тазарта отыра сіздегі иммунитетіңіз қайтадан не істейді, қалыпқа келе бастайды. Егер дәл қазір сізде уже шаршау, әлсіздік, ұйқы қанбау, еріншектік, бір энергия болмау байқалатын болса, осыдан құтылатын боласыздар. Тікелей өйткені тоқ ішек жолы арқылы сіздегі иммунитетіңізді көтеретін болады. Және осы трепанг тікелей сіздегі ұйқы безі бар ғой, мына көп кісілерде сол жақ қабырға сыздап ауырып жатады деген сияқты, ауыз құрғайды деген сияқты. Осы ұйқы безін емдеу арқылы сіздегі тәуліктік мөлшерде қанның құрамына керекті инсулин гормонын бөле бастайды. Табиғи түрде инсулин гормонын бөледі. Ал енді қазір көп кісілер екінші типтегі сахарлар не үшін инсулин уколын қабылдамайды? Мысалға сіз күнделікті бір 2 мезгіл немесе 3 мезгіл дәрі қабылдайсыз. Күнделікті.
Ал бірақ сіз инсулин қабылдамайсыз. Ал егер де инсулин қабылдамау себептеріңіз сізде өйткені қазір ұйқы безіңізде какой-то процентте табиғи бір инсулин гормон бөлініп отыр. Бірақ тәуліктік мөлшерде жеткілікті емес. Ал енді сіз осы ұйқы безін тағы да емдемей тек қана дәрімен ғана шектеле беретін болсаңыз, түбі келе 1 жылдан кейін болмаса 2 жылдан кейін сіздің врачыңыз не істейді? Инсулин беріп бастайды. Өйткені сізде ұйқы безін толық 100% қабылдыратын болсаңыз, сізде уже не істейді? Инсулин гормоны, табиғи инсулиніңіз полный өледі. Яғни ағзаңызға бөлмейтін болады. Яғни сіз егер де инсулин укол қабылдамай тек қана дәрімен шектелетін болсаңыз, онда сіз сахарыңызды емдеп алуыңызға болады. Енді осы шифамарин өнімі тікелей ұйқы безінің қабынын кетіре отыра, сіздегі табиғи инсулин бөле отыра, бастан бастап аяқтың ұшына шейін қан айналым жүйесін жақсартып отырады. Өйткені бауырдың қызметі өттен бөлек бауырдың қызметі негізі адам бойында 65% қан айналым жүйесіне жауап береді. Яғни сізде қандай фильтр етеді? Осы бауырдың қызметі қаншалықты жақсарған сайын сізде бастан бастап аяқтың ұшына шейін істейді, қан айналым жүйесі жақсарады. Уже бас ауыру, желке тарту, аяқ қол үйіп қалу, аяқтың жылымауы деген сияқты. Әсіресе мына ер кісілерде қан қатты қойласқан кезде мына шат аумаққа береді. Шат аумаққа берген кезде уже тестостерон гормоны бұзыла бастайды. Именно сахардан тестостерон гормон бұзылғанда ол сөздің аты жоқ. Біріншіден кейін екіншіден желание болмау, тез бітіру, әлсіздіктер, простатит пайда болады. Ал әйел кісілерде уже по-женскийде проблема болады. Киста, миома деген сияқты мәселелерді шығарады негізі сахар деген нәрсе. Осы мәселені сізге толық шешіп беретін болады шифамарин өнімі. Және осы шифамарин өнімінің қасына сіздер мына қара зере мен коллаген көріп тұрсыздар. Сіздерге қара зере өнімін не үшін беріледі, не үшін қабылдайсыздар? Қара зере өнімі, енді пайғамбарымыз айтып кеткен, өлімнен кәріліктен ауруға шифа деп. Осы қара зере өнімі сіздердегі жылдар бойы қабылдаған дәрінің қалған асқазанға жиналып қалған кристалдық қалдықтар толыққан шығарады. Яғни сіздегі ас қорыту жүйесін жақсартады. Күнделікті жеп ішкен тамақтарыңызды ағзаға дұрыс қорытылып, дұрыс сіңірілуіне көмегін тигізеді. Ал коллаген не үшін қабылдайсыздар? Коллаген өнімін қабылдау себебі білесіздер, сахармен ауыратын кісілерде ең бірінші буын ауруы ауырып бастайды, буынның нашарлауы, терінің құрғауы және мына қан қатты қойласқан кезде көздегі сасық қан тамырлар тарылады. Сол себепті сахармен ауыратын кісілерді көбінесе көру қабілетін нашарлайтын осыдан. Яғни осы сіз табиғи коллагенді қабылдау арқылы сізде ең бірінші буын ауруын кетіреді. Өйткені сахармен ауыратын кісілерде уже салмақ тастайды. Резко салмақ тастап бастайтын болады. Яғни осы салмақты реттелуіне көмегін тигізеді. Ал негізі салмақтың тастауы ол сіздің иммунитетіңіздің қатты түсіп кетуінен. Өйткені иммунитет қатты түсіп кеткен кезде уже не істейді? Иммунитетке өзіңіздің бұлшық еттеріңіз кәдімгі азайып бастайтын болады. Сол себепті сізде қатты салмақ тастау болмаса бір буындарыңыздың әлсіреуі байқалады. Яғни осы буынға жақсы нәтижесін береді коллаген өнімі, теріңіздің құрғауын кетіреді. Сіздегі ең бірінші осы сахардан кейінгі мәселе көздің нашарлауы. Өйткені бұның құрамында селен деген элемент бар. Селен осы сізге селен мен цинк деген элемент бар. Цинк осы сіздегі көздегі сасық қан тамырларының дұрысталуына көмегін тигізе отыра көзіңіздің жақсы көруінен және көзіңіздің қатты нашарлап кетудің алдын алатын болады. Және енді қараңыздар, бұл шифамарин өнімін Қазақстан бойынша негізі доставкасы тегін түрде жүреді. Қазақстан кез келген аймағына үйіңізге дейін 2 күн мен 5 күн арасында жеткізілетін болады. Енді осы салауат орталық шифамарин өнімінің нәтижесіне тоқталатын болсақ, енді көп кісілердің сұрайтын нәрсесі бар ғой. Шынымен нәтижесін бере ма, отзывтарыңыз бар ма деген сияқты. Бізде Аллаға шүкір, тіпті 15 жылдап, 20 жылдап бойы осы сахарын түсіре алмайтын кісілерде нәтижесін алып отыр. Соңында сізге 1-2 видеосын қойып берем. Соны көріп шықсаңыздар, Мен сахармен ауырғаныма 10 жыл болды. Осы уақытқа дейін мен емін таппай жүргенмін. Сонымен жақында ауырып больницаға түскен кезде сахарым өте жоғары көтеріліп кетті. Енді не істеймін деп ойлап жүрген кезде интернеттен мына дәріні мен көріп жүргенмін. Сонымен қорықтым, әуелі алуға қорықтым. Не мынау мошенниктер емес пе екен, бәрі өтірік пе екен деп. Сонымен әр тәуекел деп осы дәріні алып қолдандым. 1 аптадан соң менің сахарым 17-ге түсті. Тағы 1 аптадан соң тағы да тексерілдім, 15-ге түсті. Нәтижесі өте жақсы. 1 күн ішім ауырып шықты. Сол кезде өтім тазаланған екен. Менде сахардан бөлек
қараталақ, ұйқы безі, тағы да зоб бар еді. Соның бәріне жақсы көмектесіп жатыр. Мен мына Салават компаниясынан Шифамарин деген дәріні алып ішіп, сахарым 22-ге дейін көтеріліп, 18-ден артық төмен сұрамай қойған. Сол Шифамарин деген дәріні Салават компаниясынан алып, қолданып, Аллаға шүкір міне. 5-2 көрсетіп тұр. Мыңда бір рахмет, Аллаға мыңда бір шүкір. Енді қараңыз, бұл видеодан бөлек бізде до и после, яғни айтқанда Шифамарин қабылдағаннан кейінгі және соңғы нәтижесінде до и после анализдері бар, сахардың кәдімгі түскен анализдер. Осылай сөйлеп отқан кезде шығара бересің ғой, хорошо түсінтер? Енді осы видеодан бөлек бізде осы Шифамарин өнімін қабылдап, до и после, яғни қабылдаған кейінгі жақсы нәтижелері анализдерде бар. Енді көп кісілерде мынандай сұрақ болады. Осыны ішсек, курстан өтетін болсақ, арғы сахарымыздан толық емделеміз ба, осыны өмір бақиына ішеміз ба деген көп кісілер сұрақтар болады. Жоқ, сіз осы Шифамаринді қабылдау арқылы сіздің сахарыңызды кемі 2 жылға ұйқыға жібереді. Яғни осы сіздегі ұйқы безіңізді ретке келтіру арқылы табиғи инсулин гормон реттеп беру арқылы сіздің сахарыңыз кәдімгі қалыпқа келеді. Ары қарай ол сіздің күтіміңізге, тамағыңызға, өзіңізге күтімге қарағанға байланысты болады. Бірақ бұл Шифамарин өнімі сахарыңызды кәдімгі түбегейлі ұйқыға жіберетін болады. Енді қараңыз, доставкасына келетін болсақ, Қазақстан бойынша доставкасы тегін түрде жеткізіледі. 2 күн мен 5 күн арасы жеткізіп беретін боламыз. Енді бағасына келейік. Енді бағасы бұл жерде енді әр нәрсенің өзінің құны бар негізі. Бір нәтижеге жету үшін соның бір өзінің керекті құны бар. Ал енді Шифамарин өнімі бұл ең жоғарғы сортта Жапон технологиясымен шығарылып отқан өнім. Сіздерге соңғы 2 аптаның көлемінде шығарылған Шифамарин өнімі барады. Жарамдылық мерзімі 2 жылға жарайды. Сіздер оны кәдімгі свежий күйінде қабылдап отырасыздар. Енді курс лечение келетін болсақ, 2-ші типпен ауыратын болсын, 1-ші типпен сахармен ауыратын кісілерге біз 6 құтысын ұсынамыз. Яғни бір құтыда бізде 60 капсула бар. Бұны таңертең кешке қабылдап отырасыздар. Міне капсуласын көрсетейін сіздерге. Осы капсулада болады. Таңертең 1 капсула, кешке 1 капсула қабылдайсыздар. Сонда сізге бір құтысы 1 айға жететін болады. 6 құтысы сіздерге 6 айлық курсы. Дәл қазір бізде осы жеңілдік бағасын айтайын сіздерге сразу. Жеңілдік бағасымен сіздер 184 мың теңге шығады. 6 банкасы. 184 мың теңгенің қасына сіздер 2 тминді және 2 коллагенді сыйлыққа ала аласыздар. Осы 2 тмин, 2 коллаген сыйлыққа аласа, өйткені бұл нәрсе сіздерге тмин мен коллаген, жаңа жоғарыда түсіндіріп өттім, сіздің еміңізге бұл жақсы нәтиже беру үшін сіздерге ұсынамыз осы нәрсені. Енді қаражат жағына келетін болсақ, сіздер бұны Каспий рассрочкаға 12 айға бөліп алсаңыз болады. Яғни бұны сіз 12 айға бөліп алатын болсаңыз, толық курсы 6 банкын 184 мың 12 айға бөлсеңіз, айына бар жоғы 13.500 теңге тиеді. Яғни 1 айдан кейін асықпай төлеп бастайсыздар, үстіне ешқандай процент қосылмайды. Енді сіздер бұлды кең жарты курсын аласыздар, 3 банкысын аласыздар. 3 банкысыз 3 ай қабылдайсыздар. 3 айда сіз нәтижесін сезіп байқағаннан кейін уже тағы да арғы тапсырыс бере аласыздар. Көп кісілер тағы да бір сұрақ пайда болады. 6 банкын ішкен кезде ғана нәтиже ма дейді. Жоқ, сіздер уже бастапқы 1-ші аптасынан бастап нәтиже көресіздер. Бастапқы 1-ші аптасынан сіздер не істейсіз? Шаршау, әлсіздік, ұйқы қанбау, еріншектеріңіз басылатын болады. Ал біз сіздерге 6 құтын не үшін беріп жатырмыз? Өйткені қараңыз, 2 айлық курсында сіздер мына жылдар бойы жиналған шлактар бар ғой, қатып қалған шлактар болады, токсиндер болады ағзада. 2 айда сізде осы шлак токсиндеріңіз тазарылады ағзаға. Яғни ол кезде сізде 2 құтысы кетеді сізге. Қалған 3-ші, 4-ші айда сізде уже тазарылған ағзаңызға керекті осы тминдегі, коллагендегі, Шифамарин құрамында керекті витамин комплекстер ағзаңызға дұрыс сіңіріле бастайтын болады. Яғни уже 3-ші, 4-ші айда сіздің сахарыңыз 5-5-5-ке нақты тұрақтала бастайды. Ал сіз 5 пен 6-ші ай не үшін қабылдайсыздар? Өйткені 5 пен 6-ші айда кәдімгі ол уже ғылыми түрде дәлелденген трепанкты 6 ай бойы қабылдайтын кісілерде 90%-ке шейін қан айналым жүйесі жақсарады. Ал қан айналым жүйесі 90%-ке шейін тазарды деген нәрсе ол сіздегі ішкі құрылысыңыз уже толық қалыпқа келді деген нәтиже. Сол үшін сіздерге 6 банкылық 6 айлық курсы ұсынып отырмыз. Енді 3 банкысына келейік. 3 банкылық бағасы бізде дәл қазір жеңілдік бағасымен 115 мың теңге. Енді сіз осы Каспий рассрочка 3 банк 3 айлықты бөліп алатын болсаңыз, 115 мың теңгені 12 айға бөлсеңіз, айына бар жоғы
9500 теңгені төлеп аласыздар. 9500 теңгені төлеп аласыздар. Яғни бір айдан кейін асықпай төлеп бастайсыздар. Және сіздерге өнімді қолыңызға алып, толық сертификаттарын, жарамдылық мерзімін тексеріп алғаннан кейін барып көреге төлесеңіздер болады. Егер де қолма-қол болатын болса, сіздер мысалы 115 мың теңгенің толық сумасын бізге аудармайсыздар, қолма-қол болатын болса, 10 мың теңгенің көлемінде предоплата тастайсыздар, яғни заказыңызды өзіңіз нақтылайсыз. Ниетіңіз болса, мен нәтижесін көремін, ішіп емделгім келеді осы сахардан, мен өмір бойына дәрі қабылдағым келмейді, өйткені врач тарапынан сізге сахарға пожизненно дәрі береді. Мысалы, сіз дәріні қанша жыл болды қабылдап отырсаңыз, 5 жыл, 8 жыл, 10 жыл деген сияқты. Сіз енді арғы тағы да 10 жыл дәрі қабылдауға қалай қарайсыз, мысалы айтқанда. Ал сіз тағы да арғы 5 жыл, 10 жыл дәрі, химиялық дәріні қабылдай беретін болсаңыз, сіздің ішкі құрылысыңыз не істейді? Ары қарай мүлдем нашарласа береді. Дәріні көп қабылдаған кісілер, сұрасаңыз да болады, сахармен ауыратын кісілерге, дәріні өмір бойында қабылдап отырған кісілер не істейді? Түбекелі инсулинге отырады, инсулинді қолға отырады. Сол себепті нақты ниетім болам дейтін болса, осы 3 банктен немесе 6 банктен бастаңыздар. Қолма-қол болатын болса, өнімді қолыңызға алып, толық тексеріп алғаннан кейін көреге төлейсіздер. Тек қана 10 мың теңгенің көлемінде предоплата тастайтын боласыздар. Және өнімді қолыңызға алғаннан кейін бізге осы WhatsApp-қа кері байланысқа шықсаңыз, міне мен өнімді алдым дейтін болсаңыз, біз сіздерге қалай ішу керек, өнімді қалай сақтау керек, қай кезде қалай өзгерту керек, сіздерге оны толыққанды түсіндіріп беріп отыратын боламыз. Өйткені сіздерге арнайы жеке білікті мамандар тағайындалады. Каждый 10 күн сайын бір рет хабарласып, денсаулығыңызды қадағалап отыратын болады. Енді қорытындысына келетін болсақ, осы бізде қазіргі осы видеоны көріп жатқан кісілерге жеңілдік бағасымен 6 банкісі 184 мың теңгеге шығады, 3 банкісі 115 мың теңге шығады. Каспий рассрочкаға бөліп алсаңыз болады, және 6 банк алсаңыз, сіздің оның қасына 2 тми мен 2 коллаген сыйлыққа беріледі. Ал егер 3 банк алатын болсаңыз, 1 тми мен 1 коллагенді сыйлыққа аласыздар. Енді нақты ниетіңіз болса, мен емделем дейтін болсаңыз, осы WhatsApp-қа сізден керегі толық аты жөніңіз жазыңыз. Екіншісі, адресті толық облыс, аудан, ауыл, көшеңізге, үйдің нөмірін жазыңыздар толыққанды. Үшіншісі, сізде төлем қалай болады? Каспий рассрочкаға аласыз ба, қолма-қол төлеп аласыз ба, соны жазыңыздар. Бізде жұмыс уақыты таңғы 9-да басталады. Сіз осы өзіңіздің тапсырысыңызды белгілеп қойсаңыз, арнайы жеңілдік тапсырысыңызды белгілеп қойсаңыз, сағат 9-да біздің жеке мамандарымыз хабарласып, заказыңызды тағы нақтылап, ары қарай сіздің үйіңізге шейін тегін түрде жеткізіп беретін боламыз. Алла шипасын берсін өздеріңізге. Енді жақсы информация берді деп ойлаймын. Тек қана сіздерге дәрімен ғана шектелмеңіздер. Шын мәнінде нәтиже алғыларыңыз келсе, ағзаға табиғи нәрсені беру керек.